Екіншісі дайын мутавассит. Орто дайын, орто қарыз деп айтылынады. Бұл қандай болады? Сен бірдекені біреуге саттың. Бұраға сатқан нәрсең сенің тижаратың емес. Тижараттағы нәрсе емес. Эми сен дүкендегі емес, өзіңнің зарыл болған нәрсең саттың біреуге. Мысалы, дүкенде сен кітап сатасың, идиш табақ сатасың. Аны сатқан жоқсың. Өзіңдің, мысалы, телефон саттың, киімің саттың, зарыл болған. Біреу сатып алды. Эми не болады? Ал адам алғандан кейін, ал қарыздар болады. Эми ушул қарызды сен саттың, ақшасын ала алексің. Зекет қашан бересің десе, алғаннан кейін бересің зекет. Ақшаны алғаннан кейін бересің. Түсініңізбі? Бұнда ошол замат ақша бер деп талап қылынбайды. Дайын қауиде ақшаны албасаң дагы не болчу? Зекетті бере бересің. Бұл жерде сен сатып атасы малы тижарат емес ал. Өзіңнің зарылчылық болған бірдеңе сатып қойдың. Анда ошоны сатканың үчүн карыз болуп калды. Ошол карызды качан алгандан кийин гана зекет бересиң. Алганга чейин ага зекет бербейсиң.